2013 жылдың декабрь айынан бастап осы ішкі істер органында қызмет атқарамын. Полиция қызметкер болу менің бала кезімнен бастап арманым болды. Сол арманыма жеттім деп ойлаймын. Қызмет барысында талай оқиғалар болып тұрады. Осы мен жаңа сұрап отқандарыңыздай 2025 жылы тамыз айының аяғында біз Астана-Петропавл автожолы блокпостта тұрғанбыз. Тұлпар кезекші бөлім арқылы және 102 пульт арқылы хабарлама келіп түсті. Азамат өз-өзіне қол жұмсап жатыр деген. Сол ақпарат бойынша біз жедел оқиға орнына келдік. Келгеннен кейін жолдан алыс болғандықтан 500 метр алыс болғанда жаяу бардық. Жүгіріп барып сол жерден азаматты алып көтеріп жолға автожолға алып келдік. Жол бойынан көлік құралдарын тоқтатып, солардан медициналық аптечка алып, алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Кейіннен жедел жәрдем тез келмегендіктен өзіміздің патрульдік автокөлігімен больницаға қарай алып жүрдік. Жолда жедел жәрдем көлігі кездесті. Сол жерден алғашқы медициналық көмек көрсетіп, кейіннен сол азаматты Бурабай аудандық ауруханасына жеткіздік. Ілесіп жүру арқылы. Қандай уақыт болмасын, ең бірінші сабыр сақтау керек. Сабыр сақтау керек. Және өз міндетіңді атқару керек. Не нәрсені өз уақытында істеу керек үшті. Кейін поздно оқылмағанда үшті. Әр нәрсені өз уақытында тез атқару керек. Офицер адам, полиция қызметкері деген жедел шешім қабылдау керек. Сол жедел шешім арқасында уже бәрі орнына тұрақталады. Және өте сабырлы көру керек. Сабырлы. Нулевой терпимость дейді ғой, сол болу керек.